Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Қазақ әдебиеті пәні бойынша онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тарих тағылымы деп аталатын бөліміміздегі монолог және монолог түрлері деп аталатын тақырыпты өтетін боламыз. Монолог грек сөзінен аударған кезде дара сөйлеу, кейіпкерлердің көпшілікке қаратпа немесе өзіне арнап айтқан сөзі, толғанысы, өсиет уағызы. Монолог сөйлеуші өз ойын бірнеше көп адамдарға арнап айтатын ауыз сөйлеу әрекеті. Монолог өз өнерінің кейіпкерлердің ішкі жан күйін, толғаныс тебіренісін бейнелеу мақсатында қолданатын тәсіл. Монологтың ерекшелігі бір адамның ойы, сөзі көрініс табады. Сахналық монологта кейіпкерлер өзімен бірге сырласқандай болып, тыңдаушы не көрерменнен жауап күтпейді. Абайдың болыс болды мінеки өлеңі лирикалық монолог. Алтайдың сұлушаш, Қоңқайдың ақан сері ақтөтті репликалық эпикалық драмасы монологтық мысалдар бола алады. Яғни монолог ол сөйлеуші өз ойын бір немесе бірнеше адамдарға арнап ауызша сөйлеу әрекеті екен. Монологта кейіпкерлердің ой тұжырымдары айтылып, оның жан күйі айқын аңғарылады. Монологта ғылыми тұрғыда интерпретационалды сөйлеу деп атайды. Монолог сөйлеудің жанрлық сипатына байланысты, қызметтік, коммуникативтік жағдайға қатысты хабарлау, пайымдау, үгіттеу, тағы да басқа кейіпкерлердің төл сөзі, ғылыми баяндама, яғни насихаттық сөздер болып бөлінеді. Мәтінде монолог, диалог үлгілері де диалогпен араласып та келе береді. Соңғы жағдайларда диалогиялық және монологтық сөз кестелері араласып, әрекеттесіп қолданылады. Монологта кейіпкерлердің ой тұжырымдары айтылып, оның жан күйі айқай аңғарылады, яғни анық көрінеді. Монологты ғылыми тұрғыда, яғни интраперсоналды сөйлеу деп атайды. Монолог сөйлеудің жанрлық сипатына байланысты, қызметтік коммуникативтік жағдайға қатысты, яғни хабарлау, пайымдау деген сияқты әрекеттерді қолданады. Монолог тек қана қуаныш қана ауызекі сөйлеу ыңғайында бола бермейді. Ол жазбаша түрде де кездесуі мүмкін. Екі жағдайда ауызша немесе жазбаша негізгі ерекшелігіне қарай бір адамның сөйлеуі мен бір адамның ойы болады. Монологтың өзіне тән байымдау, синтаксистік құрылым, лексикалық бірліктер, единицалар, яғни таңдап жұмсалады. Біршама жинақы пікір сияқты өзгешеліктері болады. Бұл аталған белгілердің сөйлеу немесе жазу жанрларына байланысты көркем монолог және шешендік сөз, тұрмыстағы әңгіме, тағы да басқа функционалдық, коммуникативтік қызметіне қарай сипаттау, баяндау, әңгімелесу сияқты әртүрлі құбылыста келуі мүмкін. Құрылымы жағынан негізгі бөлім түсініктемелер, толықтырулар, көрнекіліктер, дәлелдемелер берілетін негізгі ой қорытындысы. Негізгі бөлімде айтылғандар сәйкес жасалған түйінділер. Монологта сөйлеушінің басты мақсаты тыңдаушыға хабарды мүмкіндігінше анық жеткізуі. Негізгі бөлімінде түсініктемелер, толықтырулар, көрнекіліктер, дәлелдемелер және де қорытынды негізгі бөлімде айтылатын түйіндемелер болуы мүмкін. Абайдың қара сөздерінде қолданылуы
Абайдың қара сөздеріндегі тікелей қара сөзде монолог пен диалог құрылады. Әрбір тыңдаушының келіп түскен хабарды қабылдау, түсіну, қорыту сапасы түрліше болғандықтан сөйлеуші түрлі лингвистикалық құралдарды тәсілдермен қолдана алады. Яғни оларға мыналар жатады: қаратпа сөз, толықтырылған және жай құрамдас сөйлемдер, риторикалық сұрақтар, және де етістіктің бірінші жағы мен көпше түрінде оқимыз, қарастырамыз, байланыстыру құралдары, біріншіден, сонымен, яғни, қорыта айтқанда деген сияқты дүниелер қолданылуы мүмкін. Яғни монологтың ерекшелігі осында екен. Монолог бір адамның ішкі жан дүниесін сипаттайтын құбылыс. Яғни бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бүгін сіздер менімен монолог пен оның түрлері деп аталатын қысқаша тақырыбымызды меңгеріп өттіңіздер. Монолог бір адамның ішкі жан дүниесінің, көңіл күйінің сыр шертуі болса, оған қарама-қарсы диалог деген сияқты диалог та бар екенін ұмытпауымыз керек. Бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар. Міндетті түрде өздеріңіздің түсінгендеріңізді білу үшін кері байланысқа шығып, өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді білдірсеңіздер болады. Сабағымыз осымен аяқталды. Келесі аптаға дейін сау саламатта болыңыздар.